Заманауи білімге жаңаша көзқарас, тәжірибе және даму болашағы деп аталған халықаралық конференция шеңберінде Финляндиядан келген ғалымдардың шеберлік сағаттары ұйымдастырылды. Оған қатысуға 400-ге жуық ақтөбелік мұғалім ниет білдірді. Білім беру жүйесін реформалау және жаңартуда фин тәжірибесі озық үлгілердің бірі дейді ақтөбелік педагогтар. Әлемнің дамыған мемлекеттеріндегі орта білім беру жүйесінде балалармен сұранысына қарай жаңағы білімді қалай біз бүгінгі қол жеткіземіз. Қолжетімді білімді қалай біз балалармен бірге жаңағы білім аламыз. Соған тәжірибе алмасу. Біз әлемнің білім беру жүйесіне көшпейміз, әлемнің озық идеяларын өз тәжірибемізде жалғастырамыз. Финляндияның білім беру жүйесі халықаралық зерттеу орталығының мәліметінше әлемде алдыңғы қатарда. Ал Қазақстан 2016 жылдан бастап білім берудің жаңартылған бағдарламасына көшіп, жаңа мазмұндағы стандарттар бойынша даму үстінде. Бұл әлемдік білім кеңістігіне жасалған нық қадам дейді фин мамандары. Когда мы принимали решение, как мы будем презентовать финскую систему образования. Финляндияның білім беру жүйесін таныстырмақ болғанымызда, біз алдымен әдістемені балалық шақтан бастап көрсетуді жөн санадық. Өйткені білім мен тәрбие адамға бала кезден дариды. Осы тұрғыдан келгенде Ақбөбек және Өрлеу орталықтары маңызды педагогикалық форум ұйымдастырған. Мұны тәжірибе алмасу алаңы дер едім. Қазір қазақстандықтар президенттерінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты маңызды стратегиялық бағдарламасын талқылауда. Бүгінгі шарада осының айқын көрінісі. Біз білім саласында халықаралық байланысты нығайтуға мүдделіміз. Конференцияға қатысқан ресейлік мұғалімдер де өз тәжірибелерімен бөлісіп, педагог мәдениеті, кәсіби құндылықтар, ұстаз бедел секілді ауқымды мәселелерді талқылауға қатысты. Лағат Арғын, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.